Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге екі ғана заттан тұратын үй жағдайында өте дәмді балмұздақ жасайтын боламыз. Әрі ұзақ уақытыңызды да алмайды. Небәрі 5 минуттың ішінде балмұздағыңызды дайындап, тоңазытқышқа салып қоясыз. Мен бұл балмұздақты жасау үшін сливкидің осы түрін пайдаландым. Бұл жерде 1 литр сливки бар. Осыны арнайы ыдысыма құйып аламын. Барлығын зерлі құйып болғаннан кейін қазір миксермен араластырып алатын боламын. Міне жақсылап миксермен 5 минуттай араластырамыз. Миксерлеу барысында сливкиім көпіршіп көтеріліп кетті. Сондықтан өзіме ыңғайлырақ, сәл кеңдеу ыдысқа сливкиді құйып алдым. 5 минут қана миксерлесек жеткілікті. Миксерлеу барысында біздің сливкиіміз осылай кішкене қоюлана түседі. Енді осының үстінен сгущенка қосамыз. Мен сгущенканың осы бір түрін пайдаландым. 1 литр сливкиге 1 құты сгущенканың барлығын қосып жібердім. Егер қатты тәтті болғанын қаламасаңыздар, сгущенканың жартысын ғана қоссаңыздар жеткілікті. Қос болғаннан кейін екеуін 1 минуттай араластырып аламыз. Екеуі бір-бірімен жақсы араласқаннан кейін арнайы менде осындай формалар болды. Формаларыма құйып шықтым. Бұндай арнайы форма болмай қалған жағдайда одноразовый стаканға құйсаңыздар да өзіңізге ұнаған кез келген формаға құйып жасай берсеңіздер де болады. Формама құйып болғаннан кейін бет жағын кішкене тегістеп шықтым. Енді тоңазытқышқа кем дегенде 7-8 сағат уақытқа салып қоямыз. Балмұздақтың қалған бөлігін осындай ыдысқа салып, кішкене бетін тегістеп, морозильникке салып қоямыз. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менде балмұздақтар бір түн уақыт тоңазытқышта тұрды, яғни 13-14 сағаттай тұрды. Міне формасы өте әдемі болып шығады. Барлығын формасынан шешіп алдым. Қаласаңыздар, осы кезде шоколадты ерітіп, жылы күйінде жағып шықсаңыздар да болады. Мен осы күйінде қалдырдым. Дәмі өте әдемі, өте тәтті болып шықты. Осылайша балмұздақтарымыз өте тез дайын болады. Сіздер де менімен бірге осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Екінші балмұздақты қасықпен алып, арнайы ыдысымызға дөңгелек етіп салып жедік. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.